Армысыздар, Қазақмет көрермендері. Біздің бүгінгі пайдалы кеңесіміздің тақырыбы көздің көруі жайлы болмақ. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Біздің арнада, егер бірінші рет болсаңыз, онда біздің каналға тіркеліп, және де қоңырау дабылшасын басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көз көруін жақсартатын бір топ жаттығу ұсынамыз. Бірінші, көзді солға және оңға көлденең қозғалту. Екінші, көз алмаларын тігінен жоғары төмен қозғалту. Үшінші, көзді айналдыра қозғалту, сағат тілінің бағытымен және қарама-қарсы бағытта. Төртінші, көзді жылдам қарқынмен қатты жұмып ашу. Бесінші, диагоналінен қозғалту, сол жақ төменгі бұрышқа, сосын кері қарай жоғары жылжыту. Екінші көзге де дәл осы секілді жасайсыз. Алтыншы, мұрынға қарау. Бұл үшін кеңсірікке саусағыңызды тақап, көзіңізді саусақ бойымен тігінен жоғары жылжытыңыз. Жетінші, көзді жиі жыпылықтату. Көздің көруін жақсартатын тағамдар. Ең бірінші, жұмыртқа. Жұмыртқа емдік тағамдар қатарына жатады. Ал оның құнды бөлігінің бірі сары уызы. Оны ең зиянды өнімдердің бірі дейтіндер де бар. Бірақ дәрігер Пол Догер де ол тұжырымды теріске шығарды. Жұмыртқаның сары уызы лютеиннің қайнар көзі. Екінші, майлы балықтар. Лосось, тунец, анчоус сынды балықтардың дәмі де тәтті, пайдасы да мол. Олардың құрамында майлы қышқылдар өте көп. Ал ол қышқылдар біздің көру клеткаларымызды жақсартады. Үшінші, цитрусты жеміс-жидектер. Цитрусты жеміс-жидектерді біздің көзімізге пайдалы деп есептейді, өйткені олардың құрамында дәрумендердің барлық түрі кездеседі. А дәрумені. Көздің көруі нашарлауынан, оның сәуле сындыру күшінің ақауларынан қорғайды. С дәрумені. Көз ішіндегі қысымның көтерілуіне жол бермейді. Е дәрумені катарактаға қарсы күреседі. Себебі катаракта кезінде сәуленің көз бұршағына өтуі қиындайды, көздің көруі нашарлайды. Сондықтан цитрусты жеміс-жидектерінің көз ауруларына қарсы көмегі көп. Осымен біздің пайдалы кеңесіміз аяқталды. Біздің арнада көптеген пайдалы кеңестер өзінің жалғасын табуда. Ол үшін біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Сау болыңыздар.